Армысыз құрметті көрермен, арнаға қош келдіңіз. Міндетті түрде тіркеліп, оңаша батырмасын баса кетіңіз. Бүгін сіздерге вермишельді пісіру құпияларымен бөлісемін. Күлкіліме құпия дегенім, бірақ бұл жерде вермишельдің ешқандай езілмей, өте керемет болып, шашыраңқы болып пісірудің бір лайфхагын айтқым келіп тұр. Алдымен осылай кез келген сиыр еті болсын, қой еті болсын, мен жылдам пісетін болғандықтан, жалпы вермишель жылдам асыққанда дайындай қоятын ас болғандықтан, тауық етін, тұздалған, маринатталған тауық етін осылай қуырып алып, одан кейін үстіне пиязын салып, тағы да қуырып, одан кейін кішкене ғана су құйып, яғни қайнаған ыстық су қойып, бұқтырып пісіріп алдым. Әрине қажетінше тұзын, бұрышын салсаңыз болады. Одан кейін табаға осылай құрғақ, еш нәрсе май, ештеңе құйылмаған, өте таза құрғақ табада вермишельді осылай қуырып, күйдіріңкіреп алыңыз. Сол кезде вермишель жылдам әрі ешқандай жабыспай бір-біріне шашыраңқы болып, әдемі дәмді болып пісетін болады. Еттен бұрын қуырып алып, басқа ыдысқа салып алсаңыз да болады, немесе ет қуырылып жатқан кезде екінші табада осылай қуырсаңыз да болады. Енді жаңағы пісіп жатқан етіміздің үстінен вермишелімізді салып, әрмен қарай тұзын, дәміне қарай бұрышын, дәмдеуіштерін қосып, одан кейін вермишель сәл ғана бататындай етіп су құятын боламыз. Артық судың керегі жоқ. Осылай бір келкетіп, барлық жеріне жеткізіп жайып алыңыз да, үстінен суды құйыңыз. Суды құйып алғаннан кейін қақпағын жауып, баяу отта 6-7 минуттай пісіресіз. Суы тартыла бастайды. Сол кезде вермишеліңіз дайын болады. Өте аз уақытта, түскі асқа немесе кешкі асқа асқан уақытта осылай пісірсеңіз өте дәмді болады. Ал енді осылай етіп вермишельді тек өзін қуырмай-ақ салып жіберетін болсаңыз, ол кезде вермишеліңіз кәдімгі каша сияқты болып былғып кететін болады. Бір-біріне жабысып, езіліп кетеді. Ал мынау өз формасын сақтап, өте керемет дәммен ерекше болып піседі. Сондықтан кейбір қыз-келіншектерге лайфхак болсын, мүмкін бұрыннан білетіндер бар шығар деп, осы пісіру әдісімді сіздермен бөліскім келді. Ұнаған болса міндетті түрде пікіріңізді, лүпіліңізді қалдыра кетіңіз. Ол мен үшін үлкен шабыт болар еді. Сондықтан міндетті түрде бағалап, каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Міне өте әдемі болып көрініп тұр. Енді қазір тұзын, бұрышын салғаннан кейін жабық қақпақта пісіріп алатын боламыз. Қазір піскендегі түрі, міне қараңыз, шашырап тұрған, өте әдемі, иісі бұрқырап тұрған тамағымыз дайын болды. Міне қасықпен түртіп көрсеттім, қараңыз, ешқандай жабыспайды. Сіз де осылай дайындап көріңіз.